Ернар 16 жаста. Ауылдан қалаға көшіп келген. Сөйлеуінде акцент, киімі қарапайым. Сыныптастары мазақ қылып видеоға түсіріп, TikTokқа жүктейді. Мұғалімдер мән бермейді. Балалар ғой. Әр күні күрес. Бір күні Ернар мүлде мектепке келмейді. Апта өтеді, тағы бір апта. Мұғалім анасына хабарласады. Ернар депрессияда, тамақ ішпейді, сөйлеспейді. Анасы мектепке келіп шу шығарады. Психологпен жаңа сынып жетекшісі іске араласады. 3 айдан кейін Ернар мектепке қайта оралды. Ренжіткен балалар кешірім сұрады. Әлі де бәрі жақсы емес, бірақ мазақ тоқтаған. Ол каратэге барып жүр. Өз-өзіне сенімді бола бастады. Бұрын үндемей жүре беретінмін. Енді түсіндім. Өзгеше болу ұят емес. Ұят басқаны төмендету.